Тоқырау жылдарындағы өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында қалыптасқан жағдай, экологиялық дағдарыстың көрініс беруі. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыпта Қазақстанның 70-80 жылдардағы әлеуметтік экономикалық дамуы және әміршіл әкімшіл жүйенің өндірісті бақылауға тигізген зардаптары туралы, сол сияқты Семей арал аймағындағы қалыптасқан экологиялық ауыр жағдайдың ерекшеліктеріне тоқталамыз. Тоқырау жылдары, яғни 1960 жылдардың ортасынан бастап 1980 жылдардың ортасына дейінгі кезеңде социалистік бағытты ұстанған мемлекеттер арасында жетекші роль атқарып келген Кеңес одағының ықпалы әлсіреп, саяси жағынан да, экономикалық жағынан да дағдарысқа ұшырай бастады. Мәселен, Қазақстан экономикасы бұрынғысынша техникалық прогреске қабілетсіз, шикізат көздері ғана игерілсе, республика өнеркәсібінің жартысына жуығы одақтық министрліктің қарамағында болғандықтан шикізат ресурстарынан зор пайда тапты. Ал 1960 жылдардың ішінде саяси салада демократияландыру процесінің әлсіздігінен, экономикалық реформалар жүргізуден нәтиже шықпады. Осыған орай қоғамның алға қарай даму қарқыны баяулады. Мәселен, 1964 жылдың қазан айында болған пленумда ККП орталық комитеті шаруашылық мәселелерін шешудегі кемшіліктерді айыптады. 1965 жылғы қыркүйек пленумында өнеркәсіпті аумақтық ұстаным бойынша басқарудың тиімсіздігі сынға алынып, салалық ұстаным бойынша басқару енгізілді. Республикалық және одақтық министрліктер құрылып, кәсіпорындарға дербестік берілді. Демек, шаруашылық есепке көшу, жұмысшылар мен қызметкерлерді материалдық жағынан ынталандыру ұсынылды. Бұл жаңа шаруашылық реформалар 1965 жылы КСР жоғары кеңесі қабылдаған заңда көрсетілді. Яғни, реформа аясында жасалған өндірісті техникалық жабдықтандыру шаралары еңбек өнімділігін арттыру үшін ұйымдастырылған жолдың бірі болды. Осыдан кейін кәсіпорындардың шаруашылық дербестігі ұлғайып, жұмысты жоспарлаудың жаңа түрі өндіріске ене бастады. Нәтижесінде 1960-1980 жылдары республиканың отын энергетика кешені жақсы дамып, табиғи ресурстардың молдығы электр қуатын өндіру көлемін арттыруға мүмкіндік берді. 1970 жылдар ішінде Қазақстанда көмір өндіру саласы ілгері дамыды. Мысалы, Екібастұзда ашық әдіспен көмір өндіріліп, 1965 жылы жаңа өзенінен алғашқы мұнай алынса, Жетібай арқылы Ақтауға мұнай және газ құбырлары, ал Атырау арқылы Самараға мұнай құбырлары тартылды. Маңғыстауда газ өңдейтін зауыт салынды. Сондай-ақ 1960 жылдар ішінде Лениногор мырыш зауыты, Өскеменде титан магний комбинаты, Шығыс Қазақстан мыс химия комбинаты салынса, Жезқазған Қарағандыда жаңа кен байыту комбинаттары, Павлодарда алюминий зауыты іске қосылды. Ал Қорғасын мыс, шойын, болат, қара металдар прокатын өндіру республика металлургиясының маңызды салаларына айналды. Осы кезеңде химия өнеркәсібі жедел дамып, 1960 жылдардың екінші жартысында Ертіс химия металлургия, Атырау мұнай химия зауыты салынды. Ал Семейде кабель, Текеліде аккумулятор, Өскеменде конденсатор, Кентауда трансформатор, Алматыда төмен вольтты аппараттар зауыттары да салынды. Бұл жылдары Алматы облысында кеңшар директоры болған Худенко басқарудың жаңа әдісін, яғни фермерлік шаруашылықты құруға, шаруалардың еркін еңбек етуіне жағдай туғызды. Қағазбастылыққа шектеу қойып, нәтижесінде жұмыс қарқынды жүріп, еңбек өнімділігі артты. Бірақ Худенконың бұл әрекеті қудалауға ұшырап жазаланды. Сол кезде ұжымшарлар мен кеңшарлар механикаландырылғанына қарамастан, ауыл шаруашылығында қолмен атқарылған еңбектің үлес салмағы басым болды. Сондықтан мал шаруашылығында шопандар мен бақташылар жетіспеді. Осы орайда Семей облысы Шұбартау ауданының комсомол ұйымы 1971 жылы
мектеп бітіретін жастарды қой шаруашылығына келуге шақырды. Жастардың мал бағуға дайындығы жоқ болғандықтан мал саны азайып кетті. Ал Арал теңізі суының тартылуы тек Қазақстанға ғана емес, бүкіл Орта Азия өңіріне үлкен экологиялық апат әкелді. Арал теңізінің суы 3 есе азайып, теңіздің құрғап қалған табаны 30.000 шаршы шақырымға жетті. Одан ұшып шыққан тұзды боран мыңдаған шақырымға дейін жер бетін басып, қоршаған ортаны әбден бүлдірді. Даланың шөбін, егінді тұздандырды. Оның құрамында минерал тыңайтқыштардан қалған химиялық улы заттар мол болғандықтан адам өлімі көп болды. Қорыта келгенде тоқырау жылдарында әкімшілік басқарудағы жаңа реформалар нәтиже бермеді. Өндірісте, ауыл шаруашылығы да ескі тәсілдермен жұмыс істеді. Шаруашылықтың барлық саласы экстенсивті түрде, ал Қазақстанның экологиялық жағдайы өте ауыр күйінде қала берді.